Сәлем достар, бүгінгі видеода біз 1688 сайтында әлі затыңыз жолға шықпай тұрып сатушымен сөйлесуді үйрететін боламын. Маған міндетті түрде жазылып, лайк қалдырып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Зат жолға шықпай тұрған кезде, бірақ төлем жасалып қойған кезде, мынау коробка сияқты галочкасымен значоктар сода тұрады. Менде 3 сат әлі жолға шықпаған. Осы батырмаға басам, мысалы мынау менде ыдыс сынып қалуы мүмкін. Сондықтан мен оны жақсылап орап жібер деп сатушыға жазу керекпін. Заказымның тарелка тұрған жерге бір басамын. Сөйтіп, осы заказ скрин жасап аламын. Сообщение дегенге басам. Артқа шығып, сообщение дегенге бір басам. Астына плюс батырмасын бір басам. Одан кейін жаңағы скрин жасап алған фотомды вставить етіп жіберем сатушыға. Достар, менде арнайы автоматически бот жіберетін сообщение. Оған мән бермей қойыңыздар. Менде арнайы сообщение жіберетін шаблондар бар. Өзім барлығын осылай дайындап қойған шаблондар бар. Сіздер Google переводчикпен қолданасыздар. Google переводчик качать етіп аласыздар. Русский, китайский деп қойып, өздеріңіздің жазатын текстеріңізді жазсаңыздар. Привет, например. Қытайшаға аударады, осының үстінен бір басып копировать етесіздер. Мен бірақ шаблонмен жазам. Так. Тез жібер деп айтпай қойын, өйткені мен төлемді жаңа ғана жасадым. Егер кешігіп жатса, тез жібер дегенді жазасыздар. Енді мен не жазам? Зат сынып қалмай ма деп жазам. Скопировать. Сөйтем да 1688 сайтында продавецке соны жіберем. Сосын жақсылап орап жібер дегенді копировать етем. Сіздер бұның барлығын переводчикта жазып, аударып, сол жақтан копировать етіп, сосын хаймен орап жібер. Ортасына салынатын жұмсақ зат. Соны тоже скопировать етіп, осылай жіберем. Достар, осылай сөйлесуге ерінбейміз, өйткені зат сіздердікі, ақша сіздердікі. Ертең жақсы зат, сынбайтын, мыжылмаған зат алам десеңдер, міндетті түрде осылай сатушымен сөйлесеміз, ерінбейміз. Зато ертең затыңыз сынбай әдемі болып келеді. Шатастырып жіберме, тезірек салып жібер, мынаның салмағы қанша деген сұрақтарды міндетті түрде қойып, сатушымен сөйлесеміз. Жақсы сатушы, сатуға бір қызығушылығы бар сатушы міндетті түрде барлық сұрақтарыңызға уақытылы жауап беріп отырады. Фотосын, видеосын жібер десеңіз жіберіп отырады. Сол үшін міндетті түрде сөйлесеміз өздеріңіз үшін. Өйткені Қытайдан келген товарды ол жаққа қарай қайтадан қайтара алмайсыздар. Осылай сатушымен сөйлесеміз. Тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.